Кешіре берсең, қадірің қалмайды екен. Сыйлаған сайын, иілген сайын, қадіріңе де жетпейді екен. Шалқайғанға шалқай, төбең көкке жеткенше, иілгенге иіл, басың жерге жеткенше, деп бекер айтпаған екен ол. Күйеу балаң жақсы болса, ұлды болдың. Жаман болса, қызыңнан айырылдың. Бір-бірімізді көре алмайтын емес, көре алмаса, тұра алмайтын мұсылман болайық. Адам мәртебесімен өлшенбейді. Адам құндылықтармен өлшенеді. Сыйластық ол ең үлкен иманның дәрежесі. Еш уақытта үнсіз қалмаңыз. Құрбанның рөлін сомдаудан аулақ болыңыз. Өміріңіз жай ғана қабылдай салудан құралмағаны жөн. Кешірілмейтін істер бар, ұмытылмайтын сөздер бар. Жақындарыңның бәрі жатқа айналатын кездер бар. Адам біреуге риза болса, кемшілігін көрмейді, ал біреуге ренжісе, жақсылығын көрмейді. Кейде ішің толып қалғанда, мән беріп, түсініп, тыңдап, сенің қасыңда отыратын адам болса ғой деп, тағы күрсініп қоясың. Кешегі күні дүниеден өткен адамдар ертеңгі күні де өмір сүреміз деп ойлаған. Бір кем жалған дүние-ай. Есеюді қатты қалаған бала қазір жүр балалығын қайтара алмай. Өз бағаңды көтеру үшін біреудің бағасын түсіріп керегі жоқ. Бізді жақсы көргенсіп жүргендерге сеніп жүргенсіп жүре береміз. Іші тар адамдар өздерінің қолынан келмейтін тірлікті сынағанды, өздері жете алмаған адамдардан кемшілік іздегенді ұнатады. Ондайларға қанша қиын болса да назар аударма. Жақсы адамның рөлін ойнамай, шынымен жақсы адам бол. Алла екі жүзділерді жек көреді. Адам үшін өзгермейді. Кей адамдар пайда үшін екі жүзділікті жөндейді. Ақымақтар жақсылықты түсінбейді. Бар кезінде бағалай біл барыңды, өткен уақыт өлсең де оралмайды. Қайтып келмейді. Жақсылықты жағалап, барды жүрсең бағалап, жүрегіңде сабырмен болса қанағат, керегіңді шамалап, Алла берер сағанақ. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында деген мақалды қазақ атам тауып айтқан ғой. Жақсы, керемет адам деп ойлап жүргеніңнің ойлағаныңдай болмаса қиын екен. Алла баршамызды екіжүзділіктен сақтасын. Алла бәрін реттеуші. Кейде жаным тыныштықты қалайды, мені кейде тілділерден тілсіздер жақсы түсінетін сияқты. Қанша жақсылық жасасаң да, қадіріңді білмейтіндер жүрегіңді ауыртады екен. Сенің қадіріңді білетін жан, және сені жақсы көретін жан, саған айтқызбай-ақ көңіл бөледі, хабарласады. Көңіл деген нәзік нәрсе, абайлау керек. Сенің қадіріңді білетін адамды бағала. Сені ештеңеге қарамастан жақсы көретін адамды бағала. Өмірде қадіріңді білетін адаммен бірге болсаң, бақыр басың 6 күнде төрге шығады. Қадіріңді білмейтін адаммен бірге болсаң, алтын басың 60 жыл босағада жатады. Сол үшін жүректе емес, ақылға жүгініп, таңдау жасау керек. Қадіріңізді білмейтін адамдар үшін босқа арпалыспаңыз. Оларды лайық адамдарына қалдырыңыз, және артыңызға қарамаңыз. Кім өмірде мәңгілік тұрақтаған, күні жетсе жан тәннен жарақтаған. Бастықпын деп, баймын деп кеуде керме,
Көр мен төрдің арасы бір-ақ қадам. Бай болсаң, қадірлісің ағайынға, жоқ болса, жолатпайды маңайына. Жігіттер тіршілікте мал жинаған, мал опа тіршілікте талайыңа. Адам қонақ, келеді, кетеді. Дүние жалған, бірде бар, бірде жоқ. Адамгершілік мәңгілік өлмейді, өшпейді. Қандай тілде болса да, ең керемет, ең әдемі сөз, мен сені кешірдім. Кісілігін жоғалтпаса, жауыңның қайсы бір иттігін кешіруге де болады. Еңбек етіп жүрсем де таппайтыным, біреулерге тағы бар жақпайтының. Қанша жерден адалмын дегенменен, жан табылар, арыңды таптайтұғын. Барлығымен сыйласа білгеніңмен, адамдарға жақын боп жүргеніңмен, жақсы болып тұрсаң да біреу сенің, кемшілік іздеп тұрады бір жеріңнен. Өзің түзе, өзіңнің тағдырыңды, жақсыспен көркембе әр күніңді. Арпалысып ақымақпен, адамдармен еш уақытта кетірме қадіріңді. Көңіл аударып қайтесің әрбіріне, жүрмейді ешкім жаныңда бәрібір де. Жағамын деп бәріне тырыспай-ақ, өз өміріңді өзің сүр, мәнін білде. Ауырсаң шыда, көзіңнен жас тамса сүртіп таста. Қиналсаң төзе біл, және әрқашан есте сақта, бұл өмір. Күндердің тез өтіп кетіп жатқанына таң қаласың. Кейін мұның күндер емес, өмірің екенін аңғарасың. Аузыңызды ашудың орнына көзіңізді ашыңыз. Бақыт деген не? Бақыт дегенде біреулер мансап, біреулер байлық, біреулер махаббат дейді. Бақыт деген жүректің тыныштығы. Жүректің тыныштығы ол алаңсыз өмір сүру. Адамды ойласаң, ауырасың. Алланы ойласаң, сауығасың. Жүрек Алланы ойлаумен ғана тыныштық табады. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Өмірдің сізден не күтетіні туралы сұрамаңыз. Тек тірі жүру үшін ненің көмектесетінін біліңіз. Артынша сол іспен айналысыңыз. Өйткені әлемге, өмірге құштар адамдар керек. Өзіңіздің бірегей екеніңізді мойындаған кезде өзгелердің ойыңызбен келіспеске амалы болмас. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын-қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Адамның ойы ұшқыр болғандықтан, санаңызды ұлы ойлармен қоректендіріңіз. Тапсырманы емес, оның шешімін көбірек ойланыңыз. Бойымыздағы сенімділік өзгелерге сеніммен қарауға көмектеседі. Ұлы шешімнің бастамасы өзіңізге деген сенімділікте жатыр. Өзіңізге деген көз қарасыңыз өзгелердің пікірін өзгертеді. Сезімдердің патшасы, бірде тәтті, бірде ащы. Кейде түсінікті, ал кейде түсінбей шаршайсың. Махаббатсыз өмір жоқ секілді, сүйесің, сүйікті боласың. Енді бірде танымастай кете барасың. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу міндетті емес. Бірақ ұлы болғыңыз келсе, бастау парызыңыз. Бір адамның тілінде бал болады. Бір адамның тілінде тұз болады. Бал жаққандар жігеріңді оздырады. Тұз жаққандар жүйкеңді тоздырады. Барлық адамның бір-біріне ұқсамайтын өмір хикаясы болады. Бірақ ең қызығы, әркім өзінікін жасырып, елдікін айтуға құмар. Ешқашан
Сүрінген мен өлінгенді сөз етпе. Өмір алма кезек. Өз-өзіңмен бол. Ешқашанда біреудің артынан еріп кетпе. Адамдардың жақсы мінезін, білімін, өнерін өзіңе жиып, ал жаман мінезіне қарап, қандай болмау керек екеніне үйрен. Өзіңді шыңдап, шынықтыр. Өзіңнің арыңмен, иманыңмен сырлас бол. Өзгелердің жетістіктері мен қателіктерінен сабақ ал. Өз ақылыңмен біліміңе ғана иек арт. Жақсы сөзді жаттасаң, хат болар ақиқат. Ағайынды мақтасаң, жақ болар ақиқат. Жақсы тайды баптасаң, ат болар ақиқат. Үлкендерден бат алсаң, бақ қонар ақиқат. Қызың жаман болса, 7 атаға жетеді. Әйелің жаман болса, достарың жоламай кетеді. Келінің жаман болса, күңкілдеумен өтеді. Балаң жаман болса, өмірің сүрген бекері. Ең үлкен бөгет қорқыныш. Ең үлкен қателік рухы сөну. Ең қауіпті адам өтірікші. Ең зұлым сезім қызғаныш. Ең әдемі қылық кешіре білу. Ең жақсы қорғаныс күлімсіреу. Ең қуатты күш сенім. Ең жақсы қолдау үміт. Ең жақсы сыйлық махаббат. Адамдар тағдыр солай шығар деп өзін-өзі жұбатады. Шын мәнінде тағдыр деген адамдардың өмірде өздері жіберіп алған қателіктерінің жиынтығы. Қарамай кетсең анаға, қаларсың босқа табаға. Әкенің көңілін қалдырған, баланың жолы болама. Ененің сағын сындырған, келіннің бағы жанама. Келінді ертең сорлатар, өзіңнен туған балада. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Арнама жазылып, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Аман сау болыңыз.